N'Golo Канте әлемдегі ең скромный, ең қарапайым, ең ұялшақ футболистердің бірі. Өзі профессиональный футболист бола тұра, әлемдегі ең мықты футбол лигаларының бірінде ойнап жүріп, жасы 20-ға келген кезде алғашқы рет туылған күнге қонаққа шақырылған. Прикинь, мына әңгімені біреуге айтсаң, сенбейтін шығар мүмкін. Бірақ 20 жасында туылған күнге қонаққа барып, үйдің порогын аттай сала туылған күн иесінен кешірім сұраған ғой. Менің қолымда тек коробка шоколад. Мен бұндай мероприятияға алғашқы рет келіп тұрмын. Мен кешірші деген ғой. Еще сол туған күнге командаластары Lamborghini, спорткарлармен келіп жатқан кезде бұның машинесі де жоқ, скейтбордпен басына каска киіп келген ғой. Челси футбол клубында ең үлкен зарплата 15 миллион евро алып жүріп, мини купер айдап жүрген. Өзің ойланшы, 15 миллион аласың жылына, бірақ мини купермен жүресің. Кантенің осындай до скромный, қарапайым болып жүруіне өзінің себебі бар. Кішкентай 5-6 жас кезінде өзің ойлашы, мусор жинап, пластик жинап өткізіп, 5-10 тиын болса да тауып үйіне әкеліп жүрген. Енді шили кедей тұрған ғой енді. Сөйтіп 98 жылы Францияда әлем чемпионаты өтіп жүрген кезде Стад де Франсқа барып, болельшиктерден қалған мусорларды өткізіп, сол жерде стадионды көріп, стадионға ғашық болып, футболға қатысып бастайды. Сөйтіп жүріп, не болса да тренировкасын тастамай, үлкен футболға келеді. Не просто футболға келеді. Әлемдегі ең үздік полузащитниктердің біріне айналады. Әлем чемпионы болады. Сонша айлық алса да мини купер мініп қарапайым болып жүрген Канте қаншама қайырымдылық қорына көмектесіп тастаған. Миллиондаған айлық алса да, біздің теңгеге шалсаң, ол миллиард болып кетеді. Сондай үлкен ақша алып жүрсе де, қарапайым болып қалған Кантенің өмірлік ұстанымы маған өте қатты ұнайды. Ақшам бар деп дәлең етіп қуып, ішіп шегіп кеткен жоқ. Өзінің қандай жерден шыққанын ұмытпаған футболист. Міне мәрттік. Грилиштарды айтпай-ақ қояйын, бір чемпионство алып, қуып, евроның заявкасынан ұшып кетеді.